Батыс Қазақстанда қайғылы жағдай болды. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқа арнаның хабардар болуын қаласаңыз, бейне астындағы лайк түймесін басып арнамызға жазылыңыз. Батыс Қазақстан облысында 3 автокөлік түйісіп джип өртеніп кетті деп хабарлайды Қазақпарат. БқО ТЖ департаментінің баспасөз қызметінен түскен мәліметке қарағанда 16 желтоқсан күні түске таман Ақжайық ауданы аумағында болды. Атырау-Орал жолының 393 шақырымда Жаңабұлақ ауылы тұсында Жаңақала ауданына кетіп бара жатқан 1994 жылғы жүргізушісі Nissan Patrol автокөлігінің рөліне ие бола алмай, қарсы бетке шығып кеткен. Содан кейін 1975 жылғы жүргізуші айдап келе жатқан Ford Galaxy 36 жастағы ер адам рөлде болған Audi 100 автокөлігіне соқтығысқан. Салдарынан джип көлігі жанып кетті. БқО полиция департаментінің мәліметі бойынша 3 адам Ақжайық аудандық ауруханасына жеткізілді деп хабарлады ведомстводан. БқО полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаны растап, толық ақпараттың кейін берілетінін жеткізді. БқО денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы Айнагүл Сақпосынованың нақтылауынша жедел жәрдем сағат 12:04-те шақыртылды. Оқиға салдарынан 4 адам зардап шекті. Алдын ала диагноз бойынша 1965 жылғы әйел бас пен мидың жабық жарақатын алған. 1974 жылғы әйелдің миы шайқалған. Екеуі де санынан сынық жарақатын алған. 1974 жылғы ер адам бас пен мидың жабық жарақатына қоса маңдайын жырып алған. 1986 жылғы әйелдің иығы сынып, кеудесін соғып алған. Бәрі де Ақжайық аудандық ауруханасына түсті.